how to improve English деген сияқты, improve my English деген сияқты видеоларды көп қарай беруге кеңес бермеймін. Ол жерде сізге тоже кеңестер айтады, осылай жаса деп. Бірақ сіз одан спикингіңіз күшті болып кетпейді одан да жаңағыдай керекті тақырыпты қараңыз. Кейін болашақта IELTS тапсыратын кезде олар керек болады. Зато сіз әртүрлі тақырыпта уже білім ала бастайсыз. Одан кейін келесі спикинг уже өзіңіз күнделікті осылай, мысалы мен үйде жүрген кезде кухняға кірсем, кухняға байланысты. Now I'm cooking, my signature dish, mashed potatoes деген сияқты сондай өзімнің үйренген сөйлемдерімді қосып сөйлеуге тырысамын, иә? Kettle, microwave, fridge деп кухнядағы заттардың бәрін атауын ағылшынша үйренуге тырысыңыз. Болмаса қазір стикерлер бар ғой, жабыстырып қойыңыз соның барлығын. Одан кейін сіз тек қана мен ағылшын үйреніп жатырмын, бүгін грамматика орындадым, грамматика бойынша шамалы сөйледік, болды деп жауап қоймаңыз. Одан сіздің ағылшын тілі спикингіңіз көтерілмейді. Егер ағылшын тілінде сөйлегіңіз келсе, ол күнделікті процесс қой сөйлеу деген. Сондықтан да осылай сөйлеп үйренуіңіз керек, дағдыға айналдыруыңыз керек. Күнделікті айналаңызды ағылшынша ойлауға, ағылшынша сөйлеуге, мысалы далаға шықтыңыз, иә? Мысалы ағаш көрдіңіз, мысалы табиғат, nature, environment, қоршаған орта деген сияқты. Солай сіз күнделікті қарапайым нәрселерден бастаңыз. Оңай сол. Әкеліп қиын тақырыптан өзіңізді қинамаңыз. Солай жайлап сіз сөйлеп үйренесіз, иә? Одан кейін өзіңізге дос табыңыз, орта табыңыз. Немесе спикинг клубтарға жазылыңыз, сөйлеу үйрену үшін. Немесе бір кәдімгі мұғаліммен дайындалыңыз, иә? Топтық бар, қазір курстар көп қой, жеке бар, бірақ та бір деңгейде бір айда үйретіп беремін деген курстарға алданып қалмаңыз, иә? Жоқ дегенде бір деңгейдің өзін 3, 4, немесе 5 ай кетсе, тіпті бастапқы деңгей болса 6 айға дейін үйретіп жатады. Және де шапалақ бізде әрдайым екі жақтан, сондықтан да тек қана жаңағы өзіңіздің мұғаліміңізге сеніп, өзіңіз жұмыстанбай отырмаңыз, иә? Және мұғалімнің күнделікті берген тапсырмасын ғана орындап, сонымен ғана шектеліп қалмаңыз. Одан сіз жақсы нәтижеге жетпейсіз. Одан кейін райтингмен күнделікті жаттаған сөздеріңіз бойынша әңгімелер, эссейлер жазып бастаңыз, иә? Неше түрлі өзіңіздің my daily routine, иә? Күнделікті өзіңіздің my habits, мысалы привычкаларыңыз туралы жазыңыз, иә? Күнде не істейсіз? I wake up at 7 o'clock every day and then I drink my coffee, tea деген сияқты осылай күнделікті өзіңіздің рутинаңыз жазыңыз. Бүгін келесі, ертең my family деп отбасыңызға байланысты тақырыпта жазыңыз, иә? Солай ол адамда көзбен көру арқылы есте қалады міндетті түрде. Одан кейін сөйлемдерді жаттаған кезде, vocabulary жаттаған кезде ешқашанда сіз бір сөйлеммен жаттамаңыз. Family, kettle деп. Оның алдында жаңағы немен бірге жаттаңыз, контекстпен бірге жаттаңыз, иә? Мысалы, extended family деген сияқты, иә? Солай бірге 2 сөйлем, 3 сөйлемнен бірге жаттаңыз. Одан кейін міндетті түрде жаттаған сөзіңізді күнде қайталап жүріңіз, иә? Ақпарат 24 сағаттың ішінде пайдаланылмаса, жадыдан өшіп кетеді деген негізі рас. Одан кейін сізде уже speaking жасадыңыз, дайындалдыңыз, listening дайындалдыңыз, speaking дайындалдыңыз. Енді readingге байланысты сіз кітап. Қазір Merlin'да болсын, кітап сататын, ағылшын тілінде кітап сататын магазиндер өте көп, онлайн алсаңыз да болады. Немесе барып оқысаңыз да болады, уақытыңыз болса, иә? Өзіңіздің деңгейіңізге A1 ма, A1 деңгейде кітапты оқыңыз, B1 ма, B1 деңгейде кітапты оқыңыз. Келіп алып бір романды алып, ол қай деңгей екенін белгісіз, алып ішінде өте сіз танымайтын қиын сөйлемдер бар, сонымен қиналып, ой қойшы деп тастап кетпеңіз. Міндетті түрде өзіңіздің деңгейге байланысты кітапты оқыңыз. Міндетті түрде сол 4 skillспен күнделікті дайындалып отырсаңыздар, тіпті спикингмен менде сөйлесетін адам жоқ деп айтатын болсаңыз, ChatGPT-де бар, иә? ChatGPT-де жазып алып, сонымен мен саған сұрақ қоямын, сен маған сұрақ қой деп ChatGPT-мен сөйлесе берсеңіз де болады. Ол да сіздің сөйлеуіңізді, қателігіңізді түзеп береді, ол да сізге өте көп үлкен жаңағы көмегін тигізеді. Мен өзім де осылай өздігіммен үйрену барысында осы 4 skillспен міндетті түрде жұмыс жасадым. Одан кейін vocabulary бойынша, иә, English vocabulary in use деген кітап бар. Соның ішінде жаңа сөздер бар. Өте көп, иә, жаңа сөздер. Соның барлығын деңгей бойынша тоже бар. Сол деңгейіңіз бойынша өзіңіздің elementary болса, elementaryдағы сөйлемді жаттайсыз. Upper intermediate болса, upper intermediateдағы сөйлемді жаттайсыз. Солай сол кітапты қолданыңыз. Raymond Murphyдің кітабы. Одан кейін Essential Grammar in Use деген бар. Енді ағылшынды бастап келе жатырған жандар үшін қосымша грамматикалық көмек. Грамматика бойынша сіз сол жақтан бәрін үйренесіз. Немесе English Grammar in Use деген бар. Ол шамалы жоғары деңгейдегі жандарға арналады. Міндетті түрде грамматика оқыдыңыз, грамматика бойынша сөйлемдер құрап үйреніңіз, сіз структураны жақсы қалыптастырып аласыз, иә? Одан кейін жоқ, мен грамматика маңызды емес, бірінші сөйлеп үйрену керек деген ол өте қате. Ладно, сіз грамматика оқымай қойыңыз, 3 жақты білдіңіз, бірақ
бірақ сөйлем құрап сөйлеп жүрген кезде сіз міндетті түрде көп қате жібересіз, иә, сөйлемдерді. Сондықтан грамматикамен адам әдемі, жақсы сөйлейді. Міндетті түрде грамматиканы оқыңыздар. Әрдайым өзіңіздің целіңізді ұмытпаңыз. Не үшін оқып жатырғаныңызды тастап кетпеңіз. Мысалы, инстаграмыңызды ағылшын тіліне аударып алыңыз, телефоныңыздағы барлық приложениені ағылшын тіліне аударыңыз, окружающий барлығын ағылшынша сөйлеуге тырысыңыз. Өзіңізді осылай қалыптастырмасаңыз, өзіңізге байланысты негізінде көп жағдай. Тек жай ғана грамматика, бүгін listening тыңдадым, ертең қойшы деп осылай жүре берсеңіз, онда сізден жақсы нәтиже шықпайды. Сондықтан тіл оқу адам қандай да бір білім жолында міндетті түрде өзіне мықты сенімді болу керек және ешқашанда тастап кетпеу керек бастаған нәрсені, иә. Содан кейін барып өзіңізді елестетіңіз. 5 жылдан кейін, 4 жылдан кейін қандай осы жолда таңдадыңыз, 5 жылдан кейін қалай көресіз өзіңізді, немесе тастап кетсеңіз, тағы 5 жылдан кейін өзіңізді қалай көрер едіңіз, соны елестетіңіз. Жақсы жетістікке жеткіңіз келсе, қазірден бастап жұмыстаныңыз. Уақыт өте жылдам, тез-ақ өтіп кетеді. Сондықтан да әр уақытыңызды бағалаңыз, әр уақытыңызды текке жібермеңіз. Сіздермен бірге болған Тече Мөлдір. Бай-бай.